Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы әдепті бала. Сабақтың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау, кесте толтыру, кластер құрастыру. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Шындық, әдет, жомарт, адал, қасиет. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, талқыла. Балалардың әрекеті дұрыс па? Оларға қандай қасиет тән екенін айт. Мен бүгін кезекшімін. Мектепке ерте келдім. Мен бүгін нашар баға алдым. Қазір анама шындықты айтамын. Мына кәмпитті екіге бөліп беріңізші, ағама берейін. Апа, сіз маған артық ақша бердіңіз. Оны сізге қайтарайын. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Сөйлемдерді оқиды, түсінеді 1 балл. Балалардың іс-әрекеттері туралы өз ойын жазады 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Мәтінді тыңда. Ілесіп оқы. Не туралы екенін айт. Мәтінге ат қой. Қандай жақсы қасиет туралы айтылады? Көрші баланың аты Нұрбек. Біз оны Ұшақ дейміз. Ол адал, шыншыл, мейірімді, әсіресе тіл алғыш бала. Міне, өзі де келе жатыр. Нұрбек, қайдан келесің? Дулаттың допын апарып бердім. Жарайсың, қолыңдағы не? Дулаттың ағасы кәмпит берді. Маған да берші. Әрине, міне ал. Кеттік, екеуміз бірге велосипед тебейік. Кешір, анам ренжіп қалады. Тез келемін деп уәде беріп едім. Көріскенше, мен кеттім. Айтпақшы, уәдеде тұру жақсы қасиет. Жігіт екенсің. Бірінші, мәтінге ат қой. Сұраққа жауап бер, кластерді толтыр. Үлгі бойынша жаз. Нұрбек қандай бала? Нұрбек адал. Өйткені ол анасына берген уәдесінде тұрды. Нұрбек тағы қандай бала? Мәтіннен жазамыз. Нұрбекке жазылған хатты оқы. Толықтыр. Нұрбек, сен дұрыс істедің. Мен сені көп нүктенің орнына сөз қойып толықтырамыз. Оқушы деп білемін. Дұрыс, ешқашан өтірік айтпау керек. Үнемі шындықтай. Мен сені сыйлаймын. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінге ат қояды 1 балл. Кластерді толтырады. Үлгі бойынша жазады 2 балл. Хатты толықтырады. Сөйлеп 1 балл. Сөйлемдерді аударады 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.